Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Ақерке. Бүгін сіздерге осындай торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Аса көп затты қажет етпейтін, өте жұмсақ болып шығатын торт. Видеоны қарамастан бұрын каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге осындай 15% қаймақ қажет болады. Одан кейін разрыхлитель немесе сода, сосын қант және ұн қажет болады. Барлық заттардың граммдарын қаншадан қосатынын описанияға жазып кететін боламын, сол жерден қараңыздар. Ал енді бізге құрғақ ыдысымызға қантты, қаймақты салып, жақсылап миксермен қанты ерігенше араластырып аламыз. Ал енді ұн менен разрыхлителімізді бір ыдысқа осылай араластырып, жаңағы массамызға салатын боламыз. Ал енді массамызды бір-біріне біріктіреміз. Ол өте жұмсақ қамыр болып шығу керек. Міне, бізде қамыр осындай жұмсақ болып шығады. Оны осылай 8 бөлікке бөліп, бір-бірден жайып аламыз. Жайып алған қамырымызды табамыздың көлеміндей осындай ыдыспен белгілеп алсаңыздар болады. Ендігі кезекте құрғақ қызып тұрған табамызға баяу отта осылай бір-бірден пісіріп аламыз. Міне, бізде осындай сарғылт түсті болып шығады қамырларымыз. Ал енді бұның кремін жасайтын боламыз. Креміне қаймақ және сахарная пудра немесе қантты қоссаңыздар да болады. Жақсылап араластырып аламыз.
Мен осындай қара печенье қолдандым. Негізі өз қалаларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Осылай жақсылап майдалап аламыз. Ал мынау жанында тұрған ол жаңағы қамырымыздан қалғандарын осылай майдалап істеп алдым. Ал енді тортымызды біріктіретін боламыз. Ең алдымен осылай ең астына кремнен кішкене жағып жіберіңіздер. Ал енді тортымызды бірінен соң бірі арасынан кремімізді жағып біріктіреміз. Одан кейін өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Одан кейін достар, менің каналымда панкейкидің үй жағдайында өте жұмсақ болып шығатын рецептісі бар. Мен қазір жоғарыға сілтемесін тастап кетемін. Содан өтіп көрсеңіздер болады. Және де бұдан да керемет тағамдардың, десерттердің рецептісімен бөлісетін боламын. Басқа да рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.